Ана кабинеттен мына кабинетке, бір қабаттан екіншісіне сенделіп жүрмін. Қызметімді ауыстырып есеп айырысу үшін рұқсат алмақ едім. Ісімді тексергендердің бірі қызмет аясын орынсыз ауыстырған үшін 7,5 миллион теңге айыппұл төлесін деп жазып берді. Наразылық көрсеткеннен пайда болмасын білемін. Қалған мамандар да бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай келісіп, қол қойып, мөр басып жібере берді. Ақыры соңғы есікке де келіп жеттім. Бұл нақты есеп айырысатын бөлме екен. Кабинетке кірдім. Қабағын шытып, көзінің астымен қарап бір кісі отыр. Амандасып едім, жауап та қатқан жоқ. Одан әрі бірдеңе деуге дәтім жетпеді. Өңі сұсты, мысы басып тұр. Шаруасы көп сияқты. Бірақ сонда да менің қағаздарымды шұқшиып отырып, мұқият тексерді. Сосын басын ақырын көтеріп, көзілдірігінің үстінен маған қарады. Бір күрсінді де телефонның тұтқасын көтеріп, «Хамит мырза, өндірістік қызмет аясын өзгерту тарифі қанша тұрады? Сауда саласы ше? Менің кабинетіме келіңізші» деді. Көп кешікпей кабинетке біреу кірді. Құжатты қайта тексер деп соған тапсырды. Сөйтті де маған отыр дегендей ишара жасады. Мен сұраулы жүзбен қарап отырмын. Кенет ол жымиды да әңгімесін бастап кетті. Мен ол кезде баламын. Әкемнің іші ауырды. Екеуміз дәрігерге бардық. Сөйтсек, ол көз қарайтын офтальмолог екен. Әкемнің жағдайын көріп маған, әкеңді тезірек ауруханаға алып бар, жағдайы қиын деді. Екеуміз сыртқа шыққан соң әкем мені тыңдамады, аяңдап үйге тартты. Мен не істей аламын? Соңынан еріп жүре бердім. Үйге жеткен соң шешем хал сұрады. Әкем ештеңе етпейді, жазылып кетеді деп айтты дей салды. Артынша үйдің қоңырауы шылдырлады. Жүгіріп шықсам аулада сүліктей қара көлік тұр. Ішінен әлгі офтальмолог шықты. Қасында тағы бір дәрігер бар екен. Кейін білдік, ол кісі іш дәрігер екен. Әкемді алып кету үшін келіпті. Сол күні әкеме ота жасалды. Бірер күн кешіккенімізде жағдай ушығып кеткелі тұр. Жол жөнекей дәрігер маған. Екеуің кабинетімен шыққан соң сырттарынан қарап тұрдым. Аурухана емес, басқа жаққа кетіп бара жаттыңдар. Дәрігерлік борышым маза бермеді. Қылыштың міндеті кесу, қолдың міндеті шешу демекші. Менің де кәсібіме адалдығым немқұрайлы болмауды талап етті деді. Содан бастап мен қызмет бабында шешім қабылдар кезде әрдайым сол дәрігердің ісін еске аламын. Сол дәрігердей науқастың соңынан баруға тырысамын. Су өзеннен бөлінсе көл тұнады, кісі жанашырлықтан қол үзсе көңіл тұнады деді. Осы кезде Хамит есімді қызметкері құжаттарды тексеріп қайта келді. Басшы құжаттарды бір шолып, қызмет аясын орынсыз өзгерткені үшін 7,5 миллион теңге төлесін деген сөйлемді сызып тастап, астына түзету 500 мың теңге төлесін деп жазып берді. Өз ісіне сонша адал адамның бұл ісін көргенде көңілім жадырап сала берді.